Порно-индустрия. Порно-индустрия қожайындары рухтың потенциалын дұрыс игере алмаған кез келген құмарпазды қармағына іліп алады. Оларды секске қызықтырып, пайдалы кеңестер айтып басын қатырады. Бей-берекет секске қарсы моральдарды үнемі мазаққа айналдырып отырады. Адамның моральдық принциптері сынған кезде өздеріне тиімді идеяны байқатпай танады. Олардың ықпалына түскен жанның проблемасы белгілі. Порно-индустрия қоғамдық пікірді қолдан жасап, осы бір құпия һәм нәзік тақырыпты ашық талқылап, жұртты әдейіге секске қызықтырады. Өйткені клиентін неғұрлым рухани аздырса, соғұрлым байи түседі. Секс-шоптар мен сайттардың қаптап ашылуы соның дәлелі. Порно-индустрияның ықпалына түскен бейбақтар түрлі секс техникасын шебер меңгерсе, көңілдегі алаңнан айығамыз деп ойлайды. Керісінше, мұндай техникалар неврозды оргазмнан алыстата түседі. Шынайы махаббат сезімін күл-талқан қылады. Сүйіп қосылған ғашықтар бір нәрсені анық біледі. Олар мұндай манипуляцияға түспейді. Себебі төсекте ешқандай поза мен техникаға тәуелді емес. Олардың секстің классикалық жолы да толық қанағаттандырады. Керісінше техниканы дамытқанда мөлдір сезімнен алшақтап, арсыз құмарлықтың жағымсыз шабуылына ұшырайды. Әлемде жылына 13 мың порнофильм түсіріледі. Олардың табысы жылына 13 миллиард доллар. Ал аты әлемге әйгілі Голливудтың жылдық табысы 8 миллиард доллардан аспайды. Яғни порно-индустрияда айналып жатқан ақшаның сомасы өте ауқымды. Неге бұлай деген сұрақ туады? Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры демекші, бұл сұрақтың да жауабы қайта айналып Зигмунд Фрейд пен Альберт Кинсидің теориясына тіреледі. Себебі екеуі де отбасындағы ер мен әйелдің інкар сезімін төсекке әкеліп тіреді. Кинси сексологияны дамытса, Фрейд психоаналитика институтының іргесін салды. Басында адамның жан жүйкесін зерттеп, психологиялық проблеманы жанның терең қатпарынан тарқататын ғылым бара-бара бүкіл проблеманы құмарлықтың шырмауына байлап қойды. Отбасында ыдыс-аяғы сылдырлаған ерлі зайыптыға жедел жәрдем ретінде психоаналитика жетіп келеді. Ал психоаналитик проблеманы адамның түп санадағы мотивінен ғана іздеді. Одан терең кетуге құлықты емес. Тіпті психоаналитикаға қатысты мынадай әзіл бар. Психоаналитиктің алдына кіріп шыққан әйел есіктен шыға сала, қалш-қалш еткен саусағын сумкасына сүңгітіп, телефонын алады екенде күйеуіне бақыратын көрінеді. Яғни күйеуімен қайта ұрсады. Былай айтқанда, психоаналитик ринг үзілісінде боксшыға ақыл кеңес айтқан промоутер сияқты әйелге жел береді. Екіншіден, психоаналитикте, сексологта белден төмен кімде жоқ принципімен ер мен әйелдің интимді зонасына өтеді. Көк көрпе астындағы құпия қимылға тұмсығын тығады. Проблеманың 70%-ын қанағаттанбаған төсек қатынасынан тарқатады. Былай айтқанда, пациентті порно-индустрияның құдығына құлатады. СССР құлайтын жылдары қазақтар үшін секстің ашық көрінісі тансық көрінді. Қазақтар порнофильмді видео салонда көргенімен, ол тақырыпты көпшілік арасында ашық талқыламайтын. Қазіргі психологтар жиі айтатын төсектен қанағат алмай ажырасу ұғымы атымен жоқ еді. Қыз-келіншектер құрбысымен жеке отырғанда интим сезімдер жайлы сырласуға қымсынатын. 90-шы жылдардың соңына қарай қазақ газеттері интим тақырыбына бара бастады. Ондай газеттерді жастар да, ересектер де жабылып, қолдан қолға тигізбей оқыды. Қазақ қоғамындағы порно-индустрияның алғашқы элементтері осы еді. Жазғышбектің бәрі әдебиет мәдениетті ысырып қойып, көк көрпенің төңірегінде ойдан хикая құрауға кірісті.
бір Шымкенттің өзінен төсек тақырыбына баратын 30-40 газет жарық көрді. 2000 тиражды бір аптада әрең өткізетін газеттер 10.000 тиражға бірден көтерілді. Айғақ, Қызық газет, Демалыс, екеудің құпиясы, Ләззат газеттері киоскіде кешке дейін жатпайтын. Әрине, бұл сол кездегі қоғамның сұранысынан да пайда болған шығар. Бірақ өміршең болмады. Әрі кетсе 10 жыл дәурені жүрді. Олардың орнын интернет алмастырды. Енді жұрт төсек қатынасын қалағанынша визуалды тамашалай алатын болды. Осы жерде бір нәрсеге тоқталамыз. Кей журналистер порно сайттарға тосқауыл қою керек деп ұрандап жатады, бірақ мұндай ұсыныс жел диірменмен алысқан Дон Кихотты еске салады. Порно индустрияны тоқтату мүмкін емес. Ол жер бетінде жалғыз тұтынушысы қалғанша жұмыс істей береді. Порно сайтты тұсаулап интернетке қара құлып салғанымен жұрт қайтадан Қызық газетті іздеп кетер еді. Яғни проблема порно индустрияда емес, адамның өзінде. Құмарлығымен қалай күресе алса, порно индустрияға да солай қарсы тұра алады. Әйтпесе қармаққа ілінген балық секілді жетегінде кете береді. Адам құмарлығын қанағаттандыруға ұмтылған сайын түбі жоқ құдыққа түсіп кеткендей құлдырайды. Себебі әу баста айтқандай құмарлық адам миында жүретін биохимиялық процесс. Жан жарынмен қосылдың не, көңілдеспен ойнадың не, екеуінде де соңғы нәтиже бірдей. Жыныстық қатынасқа классикалық жолмен түссенде, басқа тәсілдермен түссенде, төсек қатынасының соңғы раундындағы дофамин тең деңгейде бөлінеді. Тек адамның қиялы ғана сағымды қуалаған жолаушыдай интеллеген сайын дәмелене түседі. Кейбіреулер қарттық келген соң құмарлық базары өздігінен тарқайды деп ойлайды. Бірақ бұл да қате пікір. Құмарлық қартайсан да діңкелете береді. Адам 90-ға келсе де нәпсісі қыз құшуды қиялдап тұрады. Қыз дегенде 80-дегі шал басын көтеріпті деген сөз осыны меңзейді. Байшы кештердің қартайғанда жас иіс іздеп құтыратыны содан. Оның мысалын мына оқиғадан көруге болады. Ел аузында Лев Толстой айтыпты деген мынадай әңгіме бар. Бірде Горький Толстойға қонаққа келіп, екеуі көшеде әңгімелесіп отырады. Ол кезде бүкіл орыс Толстойды рухани ұстаз тұтып құрметтейтін. Горький де Лев атасының ақыл кеңесін тыңдап, ақиқат, адамгершілік жайлы өзін толғандырып жүрген сұрақтарын қойып отырады. Бір кезде екеуінің алдынан дене бітімі келісті бірнеше сұлу қыз бұлаңдап өтіп бара жатады. Горький оларға қарауға Толстойдан қымсынып, бетін басқа жаққа бұрып әкетеді. Ал алпысты алқымдап қалған Толстой тізесін шапалақпен ұрып, пай-пай мына қыздың сұлуынай деп қиқулатып қырындай жөнеліпті. Горький сасып қалып, Лев Николаевич, мұныңыз не? Сізді әулие рухани ұстаз деп жүрміз ғой, жас қыздарға қырындағаныңыз қалай? дейді. Сонда Толстой қолын көкке қадап, сен оны менен емес Құдайдан сұра. Жігіттік қайратымды сыпырып алды да, құтырған құмарлығымды қаусаған қарттықпен бірге қалдырып кетті депті. Бұдан шығатын шындық мынау. Құмарлық адамды көрге кіргенше қыса береді. Құмарлықты қартайғанда жеңермін, әзірге еркіндік берейін деген бос әңгіме. Бұл айдаһарды жеңудің жалғыз жолы көзін жұмылғанша оның аранын аштырмау.